Неліктен барлығы Шырақ онлайн ұбт орталығын таңдайды? Себебі ол жерде ең үздік мұғалімдер болған соң ба? Мүмкін ерекше түсіндіру методикасы үшін бе? Әлде бәлкім ыңғайлы формат үшін? Бұның барлығы да шындық. Бар болғаны 4 ай ішінде ұбт-ға толық 100% дайын болғың келсе, ең үздік Шырақ онлайн орталығына дәл қазір жазыл. Біз сені күтеміз. Сәлем жас түлек. Бүгін біз сіздермен ОТО-дан шыққан ең жаңа нұсқаны талдайтын боламыз. Ең алдымен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Оразбай Үсенұлы. Шырақ білім беру орталығында физика пәні мұғалімі қызметін атқарамын. ұбт саласында еңбек өтілім 3 жылды құрайды. Және де осы уақыт ішінде мен 1000-ға жуық оқушыны ұбт-ға дайындадым. Және олардың 98%-ы қазіргі таңда грант негізінде жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Ал енді өзіміздің нұсқа талдауымызды бастаймыз. Ең бірінші сұрағымыз, яғни жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі берілген, дененің 8 секунд мезетіндегі жылдамдығын табыңыздар дейді. Мынандай графикті көрсеңіздер, қараңыздар, ВТ, және де мына жерде түзу сызық тұр. Бұл нені білдіреді? Яғни жылдамдық бізде константа дегенді білдіреді. Жылдамдық, яғни 1 секунд болсын, ол миллион секунд болсын, оның мәні өзгермейді деген сөз. Тұрақты деген соны білдіреді. Сондықтан да көрсеңіздер, мына жерде жылдамдықтың мәні 3 деген санда тұр ғой. Яғни оның өлшем бірлігі 3 метр секунд. Сондықтан да 3 метр секунд, ол 8 секундта да, 10 секундта да, 20 секундта да сол мәнге ие болады. Сондықтан да біз жауапты сразу біз А деген вариантты белгілей салады екенбіз. Келесі бір есебіміз төмендегі суретте салмақсыз иін тірек тепе-теңдікте орналасқан дейді. Егер иіннің жалпы ұзындығы 1 метр және әр жүктің массасы 100 граммды құрайтын болса, онда кіші иіннің ұзындығын табыңдар. Кіші иіннің ұзындығын табу үшін ең алдымен мынау біз иін тіректі белгілеп алайық. Мынау иін тірек, оның жалпы ұзындығы 1 метр екен. Және оны үлкен және кіші иінге бөліп жатыр. Үлкен деген сол L1 дейік, кіші дегенімізді L2 дейік. Енді мұндай иін тіректерде жалпы бір ғана формула қолданылады. F1 L1 тең болады F2 L2 деген. Осы жерден, яғни бізде беріліп тұр екен L1 плюс L2 бізде 1 метр деп беріліп тұр. Осылай тұра берсін. Енді ең алдымен жазайық, қараңыздар. Бізге L1-ді табу керек па, L2-ні табу керек па? Бізде кіші иінді сұрап тұр, сондықтан L2-ні табу керек. L2-ні табу үшін мына жерде бізде L1 артық болып тұр, сондықтан L1-дан құтылып алайық. L1 тең болады 1 минус L2. Яғни L2-ні теңдіктің келесі бетіне өткізіп жібердім. Сөйтіп осыны мына жаққа кеп қойайын. Сонда F1 1 минус L2 тең болады F2 көбейтілген L2. F1 мен F2 дегеніміз не? F1 мен F2 дегеніміз мынау иін тіректің екі жағын тартып тұратын бізде нелер? Ауырлық күштері. Енді ауырлық күшінің формуласы қалай еді? F1 тең M1G еді. M1 дегеніміз не? Мынау жүктердің массасы. Әрбір жүктің массасы 100 грамм болатын болса, демек, мына екеуі 200 грамм болады. Бірақ 200 грамм бізге жарамайды, оны біз ХБЖ-ға келтіріп жазу керекпіз. Сондықтан да оны килограммға айналдырсақ 0,2 килограмм болады. 0,2 көбейтілген 10 тең болады бізде 2 ньютон екен. F2. F2-де көріп тұрсыздар 3 жүк тұр. Демек, ол 0,3 болады. Көбейту 10. Ол бізде 3 ньютонды береді екен. Осы мәндердің барлығын енді жинап алып барып, жоғарыдағы теңдікке қоямыз. Яғни F1-ның орнына 2-ні қоямыз. 1 минус L2 тең болады. Енді 3 көбейтілген L2 дейді. L2 бізде белгісіз. Осы жерден L2-ні табайық. Оның үшін не істейміз? Жақшаны ашамыз. 2 минус 2L2 тең болады 3L2. L2-лерді бір жаққа жинайық, мына жаққа жинайық. Сонда 5L2 тең болады 2. L2 дегеніміз бізде 2 бөлінген 5 немесе 0,4 метрді құрайды екен. Енді оны сантиметрмен жазуға болады. Сантиметрмен жазсақ, бізде ол 40 сантиметрді береді екен. Көрдіңіздер ме? Кіші иіннің ұзындығы 40 сантиметр екен, яғни D варианты дұрыс. Кіші иінді білсек, мынау 40 болатын болса, демек мынау бізде 60-ты береді. Бұл қосымша мәлімет әрине. Келесі есепке көшейік. Үшінші сұрақ, яғни судың бір молекуласының массасы дейді. Судың бір молекуласының массасын табу үшін көрдіңіздер ме? Килограмм деп тұр ғой. Демек, нені табу керек? Кіші m-ді табу керекпіз. Табайық. Бізде мынандай формула бар. Зат мөлшерінің формуласын нью тең болады кішкентай m бөлінген m немесе n бөлінген na. Осы жерден аламыз да біз мына жерін өшіріп тастай саламыз. Сонда бізде міне m бөлінген m тең болады n бөлінген na деген теңдеу шыға салады.
Осы жерден біз нені табу керекпіз? Әрине біз бұл жерден массаны табу керекпіз. Массаны табу үшін үлкен m-ді ар жаққа көбейту қылып өткізіп жібереміз. Сонда m тең болады n бөлу na көбейтілген үлкен m. Үлкен m бар, n Авогадро бар, бірақ үлкен n жоқ. n-ді қалай табамыз? Бұл жерде есептің берілгенде айтылып тұр, судың бір молекуласы деп тұр. Сондықтан n тең жай ғана 1 деп ала саламыз. Шығарайық есепті. 1 бөлінген 6,02 көбейту 10-ның 23-і минус емес. Көбейтеміз, оны неге? 18 грамм мөл. Көрдіңіздер, мына жерде грамм деп тұр. Граммды біз килограммға айналдырып жазамыз. 18 көбейтілген 10-ның минус 3-інде килограмм бөлінген мөл болады. Енді осыны есептейік. Енді бұл жерде жуықтап алыңдар деген, көрдіңіздер, жуықтау мәні тұр. Сондықтан мынаны мен 6,02 емес, мынаны 6 деп алайын. Сонда 18 көбейтілген 10-ның минус 3-і бөлінген 6 көбейтілген 10-ның 23-і. Бөлік. Сонда 3 көбейтілген 10-ның қаншасы болады? Минус 26 болады. Яғни плюс 23 жоғарыға минус болып өтеді, ал минус дәрежелер бір-біріне қосылады да, минус таңбасы алдына шыға салады екен. 3 көбейту 10-ның 26-сында килограмм деген жауап. Іздейміз. Міне ол бізде D вариантына сәйкес келіп тұр екен. Келесі бір есебіміз, төртінші есеп, яғни зат мөлшері 8 мол азоттың температурасын 100 градусқа арттырса, ішкі энергиясының өзгерісі дейді. Ішкі энергиясының өзгерісін қалай табамыз? Яғни дельта U деген формула бар. Ол дегеніміз I бөлінген 2 ню R дельта T деп анықталады. Енді дельта T деген беріліп тұр, ол міне 100 градусқа арттырса деп тұр. Ню деген міне 8 мол деп беріліп тұр. R деген тұрақты беріліп тұр. Бірақ бұл жерде I деген сан белгісіз. Яғни бұл I дегеніміз еркіндік дәрежесін білдіреді. Еркіндік дәрежесі деп қойын. Яғни молекула бізде еркін күйінде қанша бағытта қозғала алатын көрсететін шама. Мұндай шаманы анықтау үшін бізге яғни азоттың қасиетін білу керек. Азот ол газ, я. Ал ондай газ дегеніміз азот табиғатта ол ешқашан жалғыз кездеспейді. Ол әрқашан N2 болып кездеседі. Яғни ол екеу болып жүреді деген сөз. Ешқашан жалғыз жүрмейді. Сондықтан да N2 болғандықтан оны біз 2 атомды деп атаймыз. Ал 2 атомды болатын болса, бізде I дегеніміз 2 атомды үшін 5-ке тең. Дәл осы мәліметтерді қолданып, мына есебімізді шығарайық. 5 бөлінген 2 көбейтілген 8 көбейтілген 8,31 көбейтілген 100. 5 пен 8 бен 2 қысқарады, мына жерде 4 қалады. Сонда 20 көбейтілген 8,31 көбейтілген 100. Енді 8,31 100-ге көбейтсек 831 болады. 20 көбейтілген 831. Мынаны ойша шығаруға болады. Мынаны былай істесек болады. Қараңыздар. 8310 көбейтілген 2. Көрдіңіздер, калькулятордың ешқандай қажеті жоқ, оңай шығаруға болады. Сонда 16620 деген вариант болады екен. Джоуль. Енді мына жерден қараймыз, 16620 деген бізге міне келіп тұр екен. С деген вариантта, осы вариантта біз белгілей саламыз. Келесі есебіміз. Плюс 3e оң зарядты тамшы жарық әсерінен 2 электронын жоғалтты. Тамшының заряды дейді. Енді бізде плюс 3e деген бізде не бар? Зарядымыз бар. Осыдан енді 2 электрон ұшып кетті дейді. 2 электрон, яғни оның несі? Заряды минус болады. Ұшып кетті. Сонда мынау жерде не қалды дейді, яғни тең деп қойық, мынау жерде не қалады. Жалпы бұл зарядтар деген өте қызық тақырып, яғни көбіміз шатасамыз. Қараңыздар. Плюс 3e-ден 2e кетіп қалатын болса, онда 1e деген заряд қалды деп белгілей саламыз. Бірақ бұл қате. Не үшін? Өйткені бастапқыда бұл өзі 3 болып тұрды ғой. Енді 3-тен біз жоқ нәрседен тағы заряд алып тастадық. Бұл жерде көріп тұрсыздар ма? Бұл жерде плюс 3 заряд бар, бірақ минус заряд жоқ. Ал бірақ біз білеміз, что плюс пен минус қосылса бізде 0 пайда болады, я? Сондықтан мына жерде ойлаймыз, мына жерде 0 зарядтары 0, тағы бір 2 бір бөлшек бар дейміз. Зарядтары 0 болып тұр. 0. Енді осылардың әрқайсынан бір электроннан алып тастаймыз. Сонда мынау жерде не қалады? Мынау жерде плюс 1 электрон қалады, мына жерде де плюс 1 заряд қалады. Электрон емес заряд қалады. Көрдіңіздер ме? Мына жерден аламаймыз, 3-ден никак аламаймыз. Өйткені бұл жерде минус заряд жоқ. Ал минус заряд қасында тұрған, мына жерде бос зарядтардан бар. Заряды жоқ, бөлшектерде бар екен. Солардан бір-біреуден аламыз, сөйтіп 1 заряд, 2 заряд, оған плюс 3 заряд. Сонда неше заряд қалады? 5
заряд қалады екен. Плюс 5 заряд қалады. Енді осы плюс 5 зарядты біз іздейік. Вариантта бар ма? Онда ешқандай жоқ. Бірақ біз білеміз, то, что оның заряды плюс болады екен. Енді бізге не керек? Электронның, яғни заряд керек. 1/6 көбейту 10-ның минус 19. Енді осы Е-нің орнына осыны алып кеп қоятын болсақ, сонда 5Е дегеніміз бізде 8 көбейтілген 10-ның минус 19 деген береді. Мына жерде плюс деген таңба бар, оны жазбаса да болады әрине. Жауап сонда А вариантына сәйкес келеді екен. Магнит индукция векторы 0,4 Тесла бір текті магнит өрісі, басынан кеттік. 1, 2, 3. Келесі сұрақ бізде 6-шы сұрақ. Магнит индукция векторы 0,4 Тесла бір текті магнит өрісі күш сызықтары бойымен орналастырылған ұзындығы 15 см өткізгіш сым бойымен 2 ампер ток өткенде магнит өрісі тарапынан өткізгішке әсер ететін күш дейді. Кеттік. Жалпы берілген жазбайық. B тең 0,4 Тесла. Одан кейін орналастырылған ұзындығы 15 см. L тең 15 см. Әрине 15 см бізде ХБЖ-да емес, сондықтан оны метрмен жазамыз. 0,15. Көбейтеміз, яғни I тең 2 ампер. Табу керек күшті. Жалпы мынандай формула бар. F тең болады IBL синус альфа. IBL синус альфа. Бұл жерде синус альфа берілмеген, сондықтан да синус альфаны тастап кетеміз де IBL деп шығарып көреміз. Кеттік. 0,4 көбейтілген 0,15 көбейтілген 0, көбейтілген 2. 0 емес 2 мұнда. Сонда нан көбейтеміз 0,3, 0,4 көбейту 0,3 бізде 3 екен. Көбейтейгенде екеуін. Бізде калькулятордың көмегі қажет болады. 0,4 көбейту 0,3. Көрдіңіз, 0,12 деген вариант шықты. 0,12 ньютон екен. Аламызда мынау С варианты ғой деп белгілей саламыз. Бірақ бұл жерде біз синус альфа не үшін ескермедік деген сұрақ туындайды. Мынау вариант дұрыс болуы мүмкін. Бірақ біз синус альфаның мағынасын түсіндік. Қараңыздар. Бұл жерде бізді шатастыру үшін әдейі осындай варианттар көрсетіп қойған. Бірақ бұл жерде айтып тұр. Магнит өрісі күш сызықтары бойымен орналасқан деп тұр. Былайша айтқанда, бұл синус альфа дегеніміз магнит өрісі күш сызықтарымен, B-ның бағытымен, I-дің бағытын арасындағы бұрыш. I-да бізде күш сызықтары бойымен деп тұрса, I-да бізде магнит өрісі бойымен қозғалып жатыр. Сондықтан да қараңыздар, екеуі бір-біріне бір бағытта болса, альфа дегеніміз қанша градус болады? 0 градус болады, арасында ешқандай бұрыш жоқ. Сондықтан да синус альфаның орнына 0-ді қойсақ, синус 0 градуста бізде қаншаға тең? 0-ге тең. Сондықтан мына жерге IBL ол миллион, миллиард деген цифра болса да, оны 0-ге көбейтсек, соңында 0 деген жауап шығады. Негізгі жауабы бізде А варианты дұрыс болады. Сондықтан да сіздер ең алдымен формуланы толық жаттауды үйреніңіздер. Өйткені осындай жай ғана бізге көрінбейтін қателіктер бізде ұбт-да, яғни көп балымыздан айырылып қалуымызға себеп болуы мүмкін. Келесі есеп. Сфералық айнаның екі еселенген фокус аралығының сфераның қисықтық радиусына қатынасын табыңыздар дейді. Сфералық айна дегеніміз не? Сфералық айна дегеніміз мынандай күйде берілетін, немесе мынандай күйде, ойыс немесе дөңес күйде берілетін біз айнаның түрі. Мұндай айналардың жалпы екі еселенген фокус аралығы деп тұр. Яғни фокус аралығы дегеніміз айнадан шыққан сәулелердің жалпы жиналатын нүктесі. Оны біз үлкен F-пен белгілейтін едік. Яғни екі еселенген фокус аралығы деген сөз ол 2F. Оның қисықтық радиусына қатынасы дейді. Қисықтық радиусы дегеніміз енді сфералық айна болғандықтан ол жалғастыратын болсақ, біз қандай да бір үлкен сфераны аламыз, дұрыс па? Осы сфераның радиусы болады әрине. Айтады, осы радиусты бөліңдер 2F-қа дейді. Не болады? Немесе 2F-ті R-ға бөліңдер. Екеуі ешқандай разница жоқ. Жалпы бұл жерде бұл есепті шығару үшін бір ғана формула қажет, яғни R тең 2F деген. Яғни қисықтық радиус ол фокустың екі еселенген мәніне тең болады. Осы есепті мына жерге алып келіп қоямыз. 2F-ті бөлеміз сонда 2F-ке. Жауап не болады? Жауап бізде 1 болады екен. Осындай қысқа ғана формула арқылы сіздер бір сұраққа дұрыс жауап бере аласыздар. Келесі есебіміз. Сығылмайтын сұйықтың үзіліссіздік теңдеуі.
Бұл сұрақ яғни бізде гидродинамика тақырыбына келіп тұр екен. Яғни Бернулли теңдеуі немесе тағы да үзіліссіздік теңдеуі, шексіздік теңдеуі деп те атайды. Сол тақырыптарға келіп тұр. Жалпы мына формулаларды біз ажыратуды үйренейік. Қараңыздар. P тең ρGH. Бұл не? Бұл гидростатикалық қысым. Гидростатикалық қысым. Келесі. Мынау не? V1 дельта S2, V2 дельта S1. Мұндай формула жоқ. Бірінші формуланы сіздер байқап тұрсаңыздар, бұл бізде ең ұзыннан ұзақ Бернулли теңдеуі. Ал енді сонда қай вариант қалады? Әрине D варианты. Яғни жылдамдық көбейту аудан, жылдамдық көбейту аудан. Яғни V1 S1 болу керек. Яғни V1 S2 емес. Сондықтан да бұл жерде біздің дұрыс жауабымыз міне шексіздік теңдеуі немесе оны үзіліссіздік теңдеуі деп те атайды. Ол бізде D вариантына сәйкес келеді екен. 9-шы сұрақ. Яғни цинк 71 элементінің жартылай ыдырау периоды 2,4 минут, бастапқы массасы 100 грамм болса, 7,2 минут өткенде ыдырамай қалған цинктің массасы дейді. Мұндай есептерді шығаруда бізде жалпы ядролық физика радиоактивті ыдырау тақырыбында бір ғана формула бізге қажет екен. М тең болады М0 көбейтілген 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі. Яғни үлкен Т дегеніміз ол период, яғни жартылай ыдырау периоды. Ол бізде 2,4-ке тең екен міне. Кішкентай Т дегеніміз ол жалпы уақыт 7,2-ке тең, ал масса бізде берілген. М0 деген ол бастапқы масса. Ал кішкентай М дегеніміз ол қалған бөлігінікі, ыдырамай қалған бөлігін табайық. Кеттік. М0 дегеніміз бізде 100 грамм, 100 көбейтілген 2-ның минус 7,2 бөлінген 2,4. Нан бөлсек бізде 3 шығады. Сонда 100 көбейтілген 2-ның минус 3 дәрежесі. Ол дегеніміз 100 көбейтілген 1 бөлінген 2-ның 3 дәрежесі немесе нені береді? 100 бөлінген 8-ді береді екен. 100-ді 8-ге бөлсек бізде 12,5 грамм деген жауап шығады. Жауап бізде D вариантына сәйкес келеді екен. Осындай оңай есеп бір ғана формула арқылы шешіп тастасақ болады. Келесі, 10-шы есеп. Тоқ күші 3 ампер, мыс хлор ерітіндісінде электролиз кезінде массасы 3,74 грамм мыс бөлінетін уақыт дейді. 3,74 грамм, ол масса, я? 3,74 грамм. Енді оны бізде грамм бізге жарамайды ғой, ХБЖ-ға келтіреміз. Сонда 3,74 көбейту 10-ның минус 3-інде килограмм деген жауап болады. Келесі. К дегеніміз бұл электрохимиялық эквивалент деп аталады. 33 көбейту 10-ның минус 8-інде килограмм бөлінген кулон. Тоқ күші И дегеніміз бізде 3 амперге тең. Табу керек уақытты. Мұнда есепті шығару үшін бізде өте есте қаларлық формула бар. Оны біз киттің массасы деп атаймыз. Яғни киттің массасы деген сөз дәл солай жазылады. Яғни К и Т тең болады неге? Массаға. Яғни киттің массасы. Бұл есепті шығарған кезде Т-ны тауып алайық. М бөлінген К и тең болады. М дегеніміз бізде масса, я? Масса 3,74 көбейту 10-ның минус 3-і. Бөлінген К дегеніміз 33 көбейту 10-ның минус 8-і. И бөлеміз оны 3-ке. Көбейтеміз 3-ке. Енді бұл есепті шығару үшін біз калькулятордың көмегімен тез-тез шығарып тастайық. Кеттік. 3,74 бөлу 33. Оны бөлеміз тағы 3-ке. Көздер 0,37 дейді. 0,37 көбейтілген. Енді қараймыз. 10-ның минус 8-і жоғары шыққанда 10-ның плюс 8 болады. Сондықтан наны 10-ның неше деп аламыз? 5-і деп алады екенбіз. Минус 3-мен жойып кетеді. Сонда енді бұл бізде секундпен берілген мән, бірақ біздің есебіміз сағатпен тұр. Сондықтан бұларды сағатқа айналдырайын. Ең алдымен 0,1037 еді. 1037 еді. 1037 болса, қараңыздар. 1037-ні көбейтемін. 10-ның 5 дәрежесі деген ол 100.000 деген мағынаны білдіреді. 100.000. Қанша шығады екен? Так, 3777. Қалған бөлігі маңызды емес. Осыны 3777-ні енді сағатқа айналдыру керек. Оның үшін не істеймін? 3600-ға бөле салам. Бөлем, сонда 1,049 деп тұр. Немесе 1 жуықтап алғанда не болады? 1,05 сағат болады.
Сонда жауабымыз бізде Б вариантына сәйкес келіп тұр екен. Осындай есептерді сіздер лайфхактармен немесе қызықты әдістермен шығаруларыңыз келсе, мен сіздер үшін, яғни Шырақ онлайн платформасында 120 видео сабақ дайындап қойдым. Сол 120 видео сабақты сіздер көру арқылы физиканы нөлден бастап оқып шыға аласыздар. Ал ол үшін толығырақ білгіңіз келсе, мен осы видеоның описаниясында сіздерге сілтеме қалдырып қоятын боламын. Келесі есебіміз 11-ші есеп, яғни интерференцияның минимум шарты. Жалпы интерференция не екенін айтайын. Интерференция дегеніміз жалпы екі жарық толқыны бір-бірімен қосылған кезде бізде экранда мынандай ақ немесе қара сақиналардың пайда болу құбылысы екен. Енді минимум шарты деген бұл жерде қара сақинаның пайда болу шарты. Ол қалай аталады? Жалпы дельта L деген жолардың жол айырымы тең болу керек тақ санға. Яғни интерференцияның минимум шарты деген жол тақты білдіру керек. Қараңыздар, 2К мен 2К қысқарады. Мына жерде тақ шықпайды, мына жерде жұп шығуы мүмкін. Өйткені 2 болып тұр, 2 деген жұп сан. Содан кейін К плюс 1 лямбда бөлінген 2 лямбда. Лямбда мен лямбда қысқарып кетеді да, сондықтан бұл формула бізге келмей қалады. Өйткені бізде дельта L деген метрмен өлшенеді ғой. Ал метрмен өлшенетін шама бұл жерде лямбда еді. Бірақ лямбдалар кетіп қалса, оны қалай біз есепке дұрыс жауап деп қабылдай аламыз? Келесі, С дегеніміз дельта L тең болады 2К плюс 1 лямбда L. 2К плюс 1 дегеніміз бізде ол жұп санды бере алатын еді. Бірақ мынау L деген бұл жерде артық болып тұр. Не үшін? Өйткені қараңыздар, лямбда метрмен өлшенеді, L метрмен өлшенеді. Екеуін көбейтсек метр квадрат шығып кетеді. Ал дельта L-дің өлшем бірлігі бізде метр. Сондықтан бұл вариантта келмейді. Сонда қандай вариант қалады? D деген вариант қалады. Дельта L тең болады 2К плюс 1 лямбда бөлінген 2. Мынаны жаттап алсаңыздар болады, немесе мына нәрсені ұғып алыңыздар. Әрқашан минимум шарт болатын болса, бұл жерде 2К плюс 1 деген секілді тақ сан шығып тұру керек. Және де оны әрқашан сіздер толқын ұзындығының жартысына көбейтесіздер. Тақ шыға ма? К-ның орнына любой санды берсек тақ шыға ма? 0-ді берсек 1 шығады, 1-ді берсек 3 шығады деген секілді. Тақ сан шығып тұр. Демек, интерференция шарты орындалып тұр деген сөз. Міне, интерференцияның минимум шарты деген бізде осы екен. Келесі бір. 12-ші сұрақ, яғни торғай қанатының тербеліс жиілігі 10 Гц, оның қанатының 1 минутта жасайтын тербеліс саны. Бұл өте оңай есептердің қатарына кіреді. Тербеліс санын табу үшін ең алдымен жиіліктің формуласын жазайық. Жиілік дегеніміз не? Ол n бөлінген t. N дегеніміз бізде белгісіз, ал t дегеніміз бізде қаншаға тең? 1 минутқа тең. Бірақ біз ешқашан есеп шығарған кезде минутпен жұмыс жасамаймыз. Минут деген ол ХБЖ-ға келмейді. Демек, минутты секундқа алдырамыз, ол 60 секунд болады. Тең болады қаншаға? Нью дегеніміз 10-ға тең екен. Енді қараңыздар, мына бетін біз ескермей-ақ қойып, мына жерден бастап шығарайық. N бөлінген 60 10-ға тең. 60-ты 10-ның қасына жіберіп жібереміз. Сонда n тең 10 көбейтілген 60 немесе 600 деген мәнді береді екен. Жалпы 600 деген ол өлшем бірлікпен өлшенбейді, өйткені тербеліс саны деген ол жай ғана сан, оның өлшем бірлігі болмайды. С варианты бізде дұрыс болады екен. Келесі, 13-ші есеп. Егер бөлшектің реlatивтік массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болса, бөлшектің жылдамдығы дейді. Бұл салыстырмалық теориясының элементі, яғни m тең болады m0 түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген c-ның квадраты. Осы формулаға келеді. Бұл формуланың қиын екен деп шошып кетпеңіздер, яғни оп-оңай формула. Ең алдымен не істейміз? Есептің жауабына қарап тұрсақ, бізде c дегендер ашылмаған екен. C-ны білеміз ғой. C дегеніміз 3 көбейту 10-ның 8 метр секунд. Бұл жарық жылдамдығы. Оның мәні ашылмаған, c күйінде қалған. Демек, c-ны ашпаймыз. Бізге уже бір жеңілдік бар. Келесі, массасы 2 есе артық дейді. Яғни қараңыздар, тыныштық массасынан 2 есе артық. Демек, мынау 2 болса, мынау бізде 1. 2 есе артық болып тұр ма? Болып тұр. Кеттік шығарайық. 2 тең болады 1. Түбірдің астында 1 минус v квадрат бөлінген c-ның квадраты. Так, түбір астымен 2-ні орнына ауыстырамыз. Түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген c-ның квадраты тең болады 1 бөлінген 2. Түбір астынан құтылу үшін біз не істейміз? Квадраттаймыз. 1 минус v квадрат бөлінген c-ның квадраты тең болады 1 бөлінген 4. Енді 1 бөлінген 4 пен v квадрат бөлінген c квадратты біз не істейміз? Алмастырамыз орын. Сонда 1 минус 1 бөлінген 4 ол болады 3 бөлінген 4 береді.
Енді c квадратты қасына жіберейік, мына жаққа жазайын. Яғни v квадрат тең болады 3 бөлінген 4 c-ның квадраты. Сонда v-дан түбір астын аламыз. Түбір асты 3 бөлінген 2 c деген жауап шығады екен. Дәл осындай жауап бізде бар. Ол бізде c вариантына сәйкес келіп тұр екен. 14-ші сұрақ. Заттың сұйық күйінен газ күйіне өту процесі қалай аталады дейді. Жалпы заттың неше күйі бар табиғатта? 3 күйі бар, иә? Қатты, сұйық, газ. Жалпы 4-ші күйі бар, ол плазма дейтіндер болатын шығар, бірақ сонда да, яғни біз ұбт курсында, физикада біз 3 түрін қарастырамыз, яғни плазманы біз қарастырмайды екенбіз. Қатты, сұйық, газ. Енді айтып тұр, заттың сұйық күйінен газ күйіне өтуі дейді. Яғни табиғатта бұл күйден өтіп отырады, осылар білесіз ғой. Мұз болады, мұз суға айналады, су буға айналады деген секілді, дұрыс па? Бізден сұрап тұр, сұйықтан газға өту қалай аталады дейді. Енді сұйықты газға ауыстыру үшін біз не істейміз? Не істейтін едік? Біз оны қыздыра бастаймыз. Қыздыра бастасақ, неге айналады? Ол буға айналады. Демек, бұл процесті біз не деп атаймыз? Булану деп атаймыз. Сұйықтың газға айналу құбылысы бізде булану деп аталады екен. Д варианты бізде дұрыс вариант. Келесі. Абсолют қара дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы абсолют температураның дейді. Қатты бір қиын сұрақ емес, былай жеңіл қараңыздар. Яғни бір ғана формула бар, бұны Стефан Больцман заңы деп атаймыз. Стефан Больцман заңы. Стефан Больцман деген бұл екі ғалым, яғни абсолют қара дененің жарық шығаруын зерттеген ғалымдар. Былай дейді олар. Оның энергетикалық жарқырауы сигма көбейтілген температураның 4 дәрежесіне тура пропорционалды. Мынау сигма деген тұрақты. Сондықтан да энергетикалық жарқырауы температураның қанша дәрежесі? 4 дәрежесі. Және де температура артатын болса, R артады ғой. Демек екеуі бір-біріне тура пропорционал. Жауап сонда температураның 4-ші дәрежесіне тура пропорционал болады екен. 16-ші сұрақ, яғни косинус заңдылығымен тербелетін 8 секундта 4 тербеліс жасайтын материалдық нүктенің ең шеткі ығысуларының қашықтығы 80 см болса, тербеліс басталғаннан 0,5 секунд уақыт өткен мезеттегі жылдамдығының модулі дейді. Өте ұзын сұрақ, бірақ осыны біз оңай жолмен шешіп көрейік. 8 секундта 4 тербеліс жасаса, оның периодын қалай ақтаймыз? Яғни Т бөлінген N дейміз, 8 бөлінген 4, сонда 2 секундты білдіреді екен. Косинус заңдылығымен тербелетін болса, қараңыздар, x тең болады, xm косинус омега t еді ғой, тербелу. Бұл қарапайым формула, сіздерде кітапта тұрған формула. Енді омеганы қалай анықтаймыз? Омега дегеніміз ол 2π бөлінген не? Период. 2π бөлінген t бізде 2-ге тең, сонда π-ге тең екен, жазамыз. Сонда x тең, енді ең шеткі ығысуларының қашықтығы 80 см дейді. Яғни мынандай бит тербеліп тұрған болса, мынау жермен мынау жердің ара қашықтығы 80 дейді. Енді бізге амплитуда деген ол 0-ден бастап максимум көтерілгенге дейін, онда 40-40-тан бөлінеді. Сондықтан да оның xm-і, яғни xm деген амплитуда ғой, ол 0,4 болады. Жазамыз, 0,4 көбейтілген косинус π көбейтілген t. Міне, мынау орын ауыстырудың теңдеуі. Бірақ бізден жылдамдықты сұрап тұр ғой. Сондықтан жылдамдықты сұрап тұрғандықтан біз не істейміз? Мынадан туындалады екенбіз. Яғни x штрихтан туындалсақ, ол бізде жылдамдықты береді. Нені біледі ол? xm көбейтілген омега, косинус бізде туындалсақ синусқа айналады. Синус омега t. Есептейік. xm дегеніміз бізде қаншаға тең? xm дегеніміз бізде 0,4-ке тең. Омега дегеніміз бізде π-ге тең. Және де мына жақтан синус дейді, синус. Енді омега дегеніміз π, ал уақыт бізде 0,5 секундты беріп тұр. 0,5 дегеніміз 2-ден 1. Ал 2-ден 1 көбейтетін болсақ, бізде не шығады? Мына жаққа жазайын. 0,4 π көбейтілген синус π бөлінген 2 шығады. Ал синус 90 градуста нешеге тең? Синус 90 градуста бізде 1-ге тең. Сонда жерге жазамыз 0,4 көбейтілген 3,14 деп. Оны көбейтетін болсақ 1,256 метр секунд деген жауап шығады. Жауап бізде С вариантына келіп тұр екен. Қиын есеп көрінуі мүмкін, бірақ бізде ең басында көрдіңіздер ме? Мынау бір ғана теңдеуді білу бізге жеткілікті. Яғни
жалпы кез келген есепті шығарған кезде есептің шығару жолын жаттау емес, бізде оның қай формуладан шығатынын білу бізге жеткілікті. Ары қарай уже кәдімгі арифметикалық амалдарды орындай саламыз. 17-ші есеп су түбінен көтерілген ауа көпіршігіне әсер ететін Архимед күші дейді. Яғни процесс изотермал, бізге подсказка беріп тұр. Енді қараңыздар. Бұл жағдайда біз мынандай белгілеуіміз мүмкін. Ол судың ішінде тұр ғой. Судың ішінде тұрса, демек біздің Архимед күші оған бірдей әсер етеді, сондықтан өзгермейді деп белгілеуіміз мүмкін. Бірақ ол қате жауап. Не үшін? Өйткені бізге жақшаның ішінде бізге подсказка беріп тұр. Изотермал процестің теңдеуі былай жазылады. P1 V1 тең P2 V2. P2 V2. Енді мына жерге назар аударайық. Так, мына жерге не болып кетті? V2. Яғни P1 V1 дегеніміз бұл судың астында. Судың астында, ал P2 V2 дегеніміз су бетінде. Енді көтеріліп шыққан кезде дейді. Енді назар аударамыз. Қысым мен көлем бір-біріне кері пропорционал. Яғни біреу артса, екіншісі кем болып отырады. Елестетіңіздерші, жоғары биіктеген сайын бізде қысым не істейтін еді? Жоғары биіктеген сайын қысым бізде әрине. Бұл не істейді? Азаяды, иә? Егер қысым азайса не істедім? Көлем сонда артады. Сондықтан да ауа көпіршігі жоғары көтерілген сайын оның көлемі артып, ауаға келгенде жарылып кетеді, артады. Егер көлем артып жатса, енді Архимед күшінің формуласын еске түсірейікші. F Архимед тең болады ρ GV. V деген ол көлем, Көлем артып жатса, бізде күш пен көлем бір-біріне тура пропорционал. Көлем артса, күш те артады. Сондықтан да Архимед күші артады деп белгілей салады екенбіз. Суретте келтірілген жағдайдағы магнит өрісінде қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағыты дейді. Так, протон деген ол зарядталған бөлшек, сондықтан да оған әсер ететін күшті біз Лоренц күші деп атаймыз. Ол QBV синус альфа деп аталады. Енді мына суретке назар аударайық, синус альфаны табайық. Синус альфа дегеніміз ол бөлшектің жылдамдығының бағыты мен магнит өрісі күш сызықтарының арасындағы бұрыш. Енді мынау точка дегеніміз ол бізге қарай деген сөз. Бізге қарай келіп жатыр, ал біздің бөлшегіміз оң жаққа қарай жылжып жатыр. Сондықтан да екеуінің арасындағы бұрыш бізде 90 градус. Ал синус альфа 90 градуста бірге тең. Сондықтан просто QBV болады. Анықтайық. Q дегеніміз 1/6 көбейту 10⁻19-а. Көбейтеміз B-ға 50 миллитесла дегеніміз ол 50 көбейтілген 10⁻3-іне тең. Көбейтеміз неге? 200 км секундқа. 10⁻3 мен 10⁻3 қысқарып кетеді әрине. Сонда 50 көбейту 200 қалады. 50-ді 200-ге көбейтсек бізде 10.000 шығады. 1/6 көбейту 10⁻19-ы. Ал 10.000 дегеніміз ол 10⁻4 дәрежесі. Сонда 1/6 көбейту 10⁻15 ньютон деген жауап шығады. Енді осы есепті қарасақ, мынаны былай жазуға тура келеді екен. 16 көбейту 10⁻16 ньютон. Екі вариант тұр, 16 деген. Екі вариант тұр, екеуі де бастапқы мәні дұрыс. Бірақ енді бағытын сұрап тұр, оны бағытын қалай анықтаймыз? Бағытын анықтау үшін бізде сол қол деген ереже болушы еді. Осы сол қол ережесі арқылы біз осы күштің бағытын анықтайды екенбіз. Күштің бағытын анықтау үшін не істейміз? Ең алдымен біз алақанымызды магнит өрісі күш сызықтары тесіп өтетіндей қойып аламыз. Қараңыздар. Магнит өрісі күш сызықтары біздің алақанымызды тесу үшін оның бағытын білу керекпіз. Нүкте дегеніміз бізге қарай келе жатса, біздің алақанымызды тесіп өту үшін біз былай қоямыз. Осылай қойып тұрмын. Енді жылдамдықтың бағыты мынау 4 саусақтың бағытымен бірдей болу керек. 4 саусақ былай тұр, ол тесіп өтіп жатыр. Ал енді мынау біздің бас бармағымыз осы кезде осы күштің бағытын біледі. Бас бармағым қайда қарап тұр? Өздеріңізге көрініп тұрғандай тік төмен қарап тұр. Сондықтан да біз мына есептің жауабын тік төмен деген вариантта белгілейді екенбіз. Келесі есеп. Ең үлкен жиіліктегі электромагниттік толқын дейді. Ең үлкен жиіліктегі электромагниттік толқынды белгілеу үшін сіздерге, яғни электромагниттік толқындар шкаласы деген шкала бар, соны үйретейік. Жалпы оны біз неден бастаймыз? Төменгі жиілікті толқындардан бастаймыз. Төменгі жиілікті толқындар. Бұл біріншісі. Яғни жиілігі өсу ретімен жазып көрсетейін. Өсу ретімен. Төменгі жиілікті толқындардан кейін бізде радио толқындар кетеді. Радио толқындар. Үшіншісі бізде инфрақызыл.
Инфрақызыл дегеніміз ол күннен келетін, біздің көзімізге көрінбейтін, бірақ бізге жылу беретін толқындар. Радио толқын дегеніміз кәдімгі біздің ұялы байланысымыз, интернетіміз, немесе бұрынғы кездегі, яғни бізде радио деген нәрсе бар ғой, солардың бір-бірімен байланыстыратын толқындар. Ал төменгі жиілікті толқындар дегеніміз біздің табиғатта бар, бірақ біздің көзімізде, оны құлағымызда естімейтін толқындар. Төртіншісі бізде көрінетін жарық. Біздің көзіміз көре алатыны осы көрінетін жарық қана. Не үшін? Өйткені ол күннен келетін біздегі ақ жарық. Оны ақ жарық деп те атайды, немесе көрінетін жарық деп те атайды. Бесіншісі бізде ультра толқындар. Яғни ультра дыбыстар немесе ультра толқындар деп атайды. Ультра толқындар дегеніміз бұл да күннен келетін жалпы сәулелердің түрі, бірақ бұл жерде ультра толқындарда жалпы біздің көзіміз көре алмайды, бірақ ультра толқындар біздің денемізге зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан да бұл ультра толқындардан қорғану үшін біздің жердің озон қабаты деген қабатымыз бар. Сол қабат бізде ультра толқындардан сақтап тұрады екен. Алтыншысы бізде рентген. Рентген сәулелері. Жалпы рентген сәулелері дегеніміз бұл біздің рентген аппаратымыз, біздің ағзамызды тексеру үшін тағы да сондай. Бұлардың жиіліктері өте үлкен болады, бірақ бұл есептің жауабы рентген емес. Яғни ең соңғысы, жетіншісі гамма сәулелер. Бұл ядролық реакциялардан шығатын сәулелер екен. Бұл сәулелер өте қауіпті, излучение болып қалады, немесе рак ауруына шалдығады. Осының барлығы осы гамма сәулелерден шығады. Осы 7 түрлі электромагниттік толқын бізде өсу ретімен сіздерге жазып бердім, жалпы ұбт-да кездесетін толқындардың ретімен. Оны жаттау үшін сіздер олардың бас әріптерін аласыздар. Т, Р, И, К, У, Р, Г. Яғни трикург деп аталады. Бұл жиіліктерінің өсу ретімен. Ал толқын ұзындығының өсу ретімен жаз деп тұрса, дәл осыны біз аламыз да кері аудара саламыз. Сонда бізде толқын ұзындықтарының өсу ретімен жазылады екен. Ал жиіліктері ең үлкен біздегі электромагниттік толқын, ол бізде гамма сәулелер деп аталады. Келесі сұрақ. Ұзындығы 2,5 километр мыс сымның кедергісі 17-де 5 омға тең. Егер мыс сымның меншікті кедергісі 2,8 көбейту 10-8 ом көбейтілген метр болса, сымның көлденең қимасының ауданы дейді. Сымның көлденең қимасының ауданын табу үшін біз мына формуланы білу керекпіз. Яғни R тең ρL бөлінген S. Немесе бұл формуланы біз Rolls-Royce деп атаймыз. Rolls-Royce деген. Жатталуы да оңай. R тең RLS. Яғни L-дан кейін S келеді деген сөз. Сонда R дегеніміз бізде нешеге тең? 17,5-ке тең екен. Rho дегеніміз бізде нешеге тең? 2,8 көбейту 10-8-не тең. L дегеніміз бізде 2,5 километр. 2,5 километр бізде метрге айналдырып жазу қажет біз, және де S-ті табады екенбіз. Осыны шешіп көрейік, яғни қараңыздар, S-ті ар жаққа өткізіп жібереміз. Сонда S тең болады 2500 көбейтілген 2,8 көбейту 10-8 бөлеміз 17,5-ке. Так, дәрежеге пока тиіспей қойып, қалғандарын шығарайық. 2500-ді 2,8-ге көбейтеміз. 2500 көбейту 2,8. 7000 болады, бөлеміз оны 17,5-ке. Бөлсек бізде 400 деген жауап шығады. 400 көбейту 10-8. 2 мен -8 қысарып кететін болса, 4 көбейту 10-6-сында метр квадрат деген жауап шығады. Жауаптарға қараймыз, мынандай вариант бар ма? 4 көбейту 10-6-сында метр квадрат деген жауап жоқ. Бірақ нам барлығы 4-пен аяқталады, сантиметр квадрат немесе миллиметр квадрат деп тұр екен. Бұл 4 көбейту 10-6-сын біз миллиметр квадратқа айналдыратын болсақ, 4 миллиметр квадрат болады. Өйткені миллиметр дегеніміз ол 10-3 дәрежесі. Енді квадратмен есептеген кезде не болады? Ол 10-6 болады. Сондықтан да 10-6 миллиметр квадрат болады екен. Жауап бізде А вариантына сәйкес келіп тұр. 21-ші сұрақ. Радиоактивті кобальттың массасы 100 грамм. Егер кобальттың жартылай ыдырау периоды 72 тәулік болса, онда 144 тәулік ішінде оның ыдырамай қалған массасы дейді. Ыдырамай қалған массасы дегеніміз бағанағы формула сияқты m тең m0 көбейтілген 2-ның минус t бөлінген t дәрежесі.
100 дегеніміз бізде m0 дегеніміз 100. Так, жартылай ядро периоды бізде қаншаға тең? 72-ке тең, ал жалпы уақыт 144-ке тең. Сонда 100 көбейтілген 2-ның минус 2 дәрежесі. Немесе 100 бөлінген 4-ті береді. 100 бөлінген 4 бізде 25 грамм деген жауапты береді екен. Жауап сонда бізде Б вариантына сәйкес келіп тұр. 22-ші сұрақ. Магнит индукция векторы 0,1 Тесла магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан әр қабырғасының ұзындығы 6 см. Кедергісі 10 Ом квадрат сымнан тең қабырғалы үшбұрыш жасаса, сымның көлденең қимасы арқылы тасымалданатын заряд мөлшері дейді. Ең алдымен не берілген жазылайық? Бізде Б берілген, индукция берілген 0,1 Тесла. Одан кейін кедергісі берілген екен, R тең 10 Ом. Бізге зарядты табу керек. Зарядты табу үшін біз мынау формуланы қолданатын боламыз жалпы. Бұл формула қайдан шықты десек, бұлай табады екенбіз. Дельта F дегеніміз бізде неге тең? Дельта F дегеніміз бізде эпсилон бөлінген уақытқа тең. Мына жерде n деген шама бар, бірақ n-ді 1 деп ескере берейік. Сонда дельта F дегеніміз, эпсилон дегеніміз бізде IR-ді береді. Бөлінген Т. Ал енді тоқ күші нені білдіреді ол? Заряд бөлінген уақыт қой. Көбейту R бөлінген Т. Т мен Т қысқарады да, жауап QR деген формула шығады. Осы жерден формуланы осы жерден тоқтаймыз. Енді дельта F не екеніне көшеміз. Дельта F дегеніміз бізде ол B дельта S деп анықталады. Дельта деген не ол? Өзгеріс. Яғни бізде магнит ағыны пайда болу үшін міндетті түрде бір нәрсе өзгеру керек. Біздің жағдайымызда аудан өзгеріп тұр, сондықтан бұл жерде айнымалы уақыт ішімен өзгеретін айнымалы электр өрісі бізде магнит өрісін туғызатын еді. Сондықтан да дельта деген шама бұл жерге қойылып тұр. Дельта S дегеніміз не? Дельта S дегеніміз ол 4 бұрыштың ауданынан 3 бұрыштың ауданын азайтып тастағанға тең. Енді осы 4 бұрыштың ауданынан 3 бұрыштың ауданын азайтқанымызды тауып алайық. Ол нешеге тең болады? Так, 4 бұрыштың ауданы бізде ол квадраттың ауданы ғой. А квадрат, 36 сантиметр квадрат. Енді 3 бұрыштың ауданы. Мынандай 4 бұрыштан 6 болған 4 бұрыштан бізде не шығады? 8 деген 3 бұрыш шығады. Сонда ол бізде А квадрат түбір асты 3 бөлінген 4 деген формуламен анықталушы еді. А квадрат дегеніміз 64, көбейту түбір асты 3 бөлінген 4 екен. 4 пен 64 қысқарады, мына жерде 16 қалады. Сонда 16 түбір асты 3 сантиметр квадрат. 16 түбір асты 3-ті мен енді немен жазып алайын? Сандармен жазып алайын. Түбір асты 3-ті ашып. Яғни 16 көбейту. Так, бұлай емес. Түбір астында 3 көбейтілген енді бізде 16 екен. Так, жауап 27-де 7. Жазып қойым мына жерге 27-де 7 сантиметр квадрат. Енді осы аудандардың айырмасын табайын. 36 минус 27-де 7. 36 минус 27-де 7. Так, 8-де 3 деген жауап шығады. Жауап сонда бізде 8-де 3 екен. 8-де 3 сантиметр квадрат. Так, міне, ең қиын этаптан өтіп алдық. Енді жай ғана жоғарыдағы формулаға алып барып, осы жерді қоя салсақ жеткілікті. Оның үшін мына беттегі берілгендерін өшірейін мен. Мына жерде аудандарды біз тауып алдық. F тең QR деген формуланы қазір ашып, біз сол жерден зарядтың шамасын тауып алсақ жеткілікті болады екен. Дельта F B дельта S тең болады QR. Осы жерден Q-ді табамыз. B дельта S бөлінген бізде R болады. 0,1 көбейтілген. 8-де 3 сантиметр квадратты мен сразу метр квадратқа айналдырып жазамын. Бөлу бізде 10 Ом. Так. 8,3 тұра берсін. 0,1 дегенде 10-ның неше дәрежесі болады? 10-ның минус 5 дәрежесі қылжерек мынаны, минус 4-ін. Ал 10-ға бөлетін болсақ, тағы бір дәреже қосылады. Сонда 8-де 3 көбейту 10-ның минус 6-сында кулон деген жауап шығады. Немесе 10-ның минус 6-сы деген бізде нені білдіруші еді? Микро деген санды білдіруші еді ғой. Сондықтан да
бізде д вариантын белгілейміз. Өткен 8,32 деген біздің есебіміздің жауабына келіп тұр. Келесі, 23-ші есеп. Бір атомды идеал газдың қысымы 30%-ға кемегенде, оның көлемі 20%-ға артты дейді. Газдың ішкі энергиясы. Газдың ішкі энергиясын қалай табамыз? У тең болады. Газдың ішкі энергиясы бір атом деп тұрса, ол 3 бөлінген 2. Так, нью РТ немесе оны біз 3 бөлінген 2 ПВ деп алсақ болады. Енді қараңыздар, идеал газдың қысымы 30%-ға кеміді. Бастапқыда 100% болды. Сосын минус 30%-ды азайтып бастадық. Сонда қанша пайыз қалады? 70%. Ал 70%-ды біз санмен жазатын болсақ, ол 0,7. Жазамыз. 3 бөлінген 2 көбейту 0,7 П. Енді, оның көлемі 20%-ға артады екен. 20%-ға артты деген сөз 120% болды деген сөз. Ол жазсақ 1,2 деп жазылады. Көбейту 1,2 В. 0,7 мен 1,2-ні көбейтейік. Алдындағы 3 бөлінген 2-ге тиіспейміз, өйткені ол формуланыкі. 0,7 көбейту 1,2. 0,84. 0,84. 3 бөлінген 2 ПВ деп береді екенбіз жауабымыз. Қарап тұрсаңыздар, 0,84 деген жауап шықты. 0,84 дегеніміз ол 84% деген сөз. 84% ол 100%-ға жетпейді ғой. Бастапқыда 100% болды, содан кейін 84% болып қалды. Онда не істеді? Әрине, 16%-ға біздің ішкі энергиямыз кеміді екен. Сондықтан Д вариантын біз белгілейміз. Келесі есебіміз. 24. Айнымалы ток тізбегіндегі резонанстың пайда болу шартты дейді. Резонанстың пайда болу шартын табу үшін ең алдымен қараңыздар. Z тең R деген бәрінде бар ол. Сондықтан Z үлкен R деген бір ғана ерекшелік екен. Мына формуланы еске түсірейік. Z-тің формуласы қалай еді? Z тең болады. Түбірінің астында R квадрат плюс XL минус XC-ның квадраты. Енді қараңыздар. Резонанстың ең маңызды шарты ол XL тең болады XC-ға. Яғни индуктивтілік кедергі сыйымдылық кедергіге тең болу керек. Егер екеуі бір-біріне тең болатын болса, мынау жақшаның ішінен бізде 0 шығады. Сонда Z тең болады R-ға. Демек, Д варианты никак келмейді. Ал мына варианттарда қараңыздар, XL XC-дан үлкен, XC XL-дан үлкен, сондықтан тек С варианты ғана бізде жауап болып табылады екен. 25-ші сұрақ. Суретте көрсетілгендей жылдамдықтар 4 метр секунд, 3 метр секунд денелер абсолют серпімсіз соқтығысқан дейді. Жүйенің кинетикалық энергияларының өзгерісі. Бұл есепте серпімсіз соқтығысы болып тұр, сондықтан да бұл жерде энергияның қандай да бір бөлігі ішкі энергияға айналып кетеді. Сондықтан энергияның сақталу заңы орындалмайтын еді. Енді сол энергияның сақталу заңын орындалмайтындығын пайдаланып, қанша бөлігі бізде ішкі энергияға айналып кетті. Соны анықтайық. Яғни қараңыздар, бастапқы кинетикалық энергиялардың ЕКБ деп қойын. Кинетикалық энергия бастапқы минус Е кинетика соңғы дейік. Сонда ол дельта Е-ні береді. Осы дельта Е-ні біз табу керекпіз. Ол қаншаға тең болады? Ең алдымен бастапқыларын тауып алайын. Бастапқыда екеуі бөлек келіп жатыр. Демек, сондықтан екеуінің жеке-жеке кинетикалық энергиясын анықтаймыз. ЕКБ1 деп қойын. Ол М1 В1-дің квадраты бөлінген 2. М1 дегеніміз нені білдіреді? М1 дегеніміз ол массасы 3 килограмм екен. Оның жылдамдығы 4-тің квадраты бөлінген 2. Так, 3 көбейту 16 бөлінген 2. Немесе 3 көбейтілген 8. 24 джоульді береді. Келесі, ЕКБ2. М2 В2-ның квадраты бөлінген 2. М2 дегеніміз бізде нешеге тең? 4-ке тең екен. Ал оның жылдамдығы 3-тің квадраты бөлінген 2. Қысқарады, мына жерде 2 қалады. 3-тің квадраты бізде 9, 2-ге көбейтетін болсақ 18 джоуль. Міне, екеуінің бастапқыдағы енді жалпы қосып жіберейік. Екеуін қосып жіберсек не пайда болды? 18 плюс 24. Сонда 42 екен. Яғни, асты жазып қойын. ЕКБ тең болады 42 джоуль. Міне, бастапқыдағы кинетикалық энергияларын тауып алдым. Енді соңындағы мен кинетикалық энергиясын табу керекпін. Кинетикалық энергиясын табу үшін маған не қажет болады? Маған олардың жылдамдығы қажет болады. Серпімсіз соқтығысудағы импульсын сақтау заңын жазамын. Так, М1 В1
плюс m2 v2 тең болады m1 плюс m2 v. Қараңыздар, бірақ бұл жерде бір қиындық туып тұр. Бұл жерде екеуінің арасындағы бұрыш 90 градус екен. Егер біз соқтығушылар бір түзудің бойында орын алған кезде біз осы формуланы қоя салатын едік. Бірақ бұл жерде m1 v1-де емес, олардың көлеңкесін алуға тура келіп тұр. Былайша айтқанда, мынау сызықты былай жібереміз да, мынау жерден, мынау альфаның жартысы ғой, мына жер 45 градус, мына жер 45 градус. Екеуінің көлеңкесін түсіреміз. Яғни проекциясын аламыз. Сонда m1 v1 косинус 45 градус плюс m2 v2 косинус 45 градус тең болады m1 плюс m2 v-ға тең болады екен. Косинус 45-тен не үшін алдым? Өйткені мынау соқтығысты біз мынау формулаға тікелей сала алмаймыз. Қайталап айтам, арасындағы бұрыш бізге кедергі береді. Сондықтан да барлығын бір түзудің бойына қою үшін мен екі бастапқы бөлшектің импульстарының проекцияларын алып алдым. Енді барлығы бір түзудің бойында орналасты. Былайша айтқанда былай тұр, міне. Мынау соқтығыстан кейінгісі, мына жерде соқтығысты, ал мына жақта міне v1, мына жерде v2. Екеуі бір нүктеде тұр, бірақ жай ғана екеуі де жазылсын деп мен не істедім? Екеуін бөлек-бөлек жаздым. m1 v1 косинус 45 градус сыртқа шығайын. Косинус 45-те түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Жазайық, m1 v1 плюс m2 v2 тең болады m1 плюс m2 v-ға тең. Енді не істейміз? Бұл жерден жай ғана v-ны тауып алайық. Сан мәндерін қоямыз. Түбір асты 2 бөлінген 2. m1 дегеніміз бізде 3-ке тең, ал оның жылдамдығы 4-ке тең. Келесі m2 дегеніміз бізде 4-ке тең, ал оның жылдамдығы 3-ке тең. m1 плюс m2, яғни 3 плюс 4 бізде 7-ні береді, 7 v екен. 3-ке 4 көбейтеміз, 12, 24. 24 пен 2 қысқарады, сонда 12 түбір асты 2 деген жауап қалады. V тең болады, сонда 12 түбір астында 2 бөлінген 7-ге тең болады. Есептейміз. Түбір асты 2 көбейту 12. Түбір асты 2 көбейтілген 12 бөлу 7. Оның жылдамдығын таптық қой. 2-де 42 метр секунд болады екен. Мына жерге жазып қойын. 2,42 метр секунд. Жылдамдығын таптым. Жылдамдығы 2,42 метр секунд. Енді нені табу керекпін? Кинетикалық энергия соңғысын табу керекпін. Оның үшін мына жазғандарымызды өшіріп шығайық. Өйткені бізге бос орын қазір қажет болады. Ек соңғыны қалай анықтаймын? Дәл солай, яғни кинетикалық энергияны қалай анықталатын? Ек соңғы тең болады. Енді екеуінің массасы бірге жүр ғой, сондықтан m1 плюс m2 v-ның квадраты бөлінген 2 дейміз. m1 плюс m2 бізде 7-ні беруші еді. V-ның квадраты дегеніміз 2,42-ның квадраты бөлінген 2. Осының мәнін анықтайық. 2,42-ні квадратты алайық бірінші. 2,42 көбейту 2,42. И көбейтеміз 7-ге, бөлеміз оны 2-ге. Сонда 20,4 деген жауап. 20,5 дейікші. 20,5 джоуль деген жауап шықты. Бізге не керек? Дельта Е керек. Дельта Е дегеніміз, қараңыздар, 42 минус 20,5. Минус 20,5. Сонда 21-де міне 4 деген жауап. Жуықтап алып жатыр ғой бұл жерде. 21-де 4 джоуль деген жауап шығады екен. Сонда жауабымыз бізде Б вариантына сәйкес келіп тұр. Өте қиын есеп бізде ОБТ-да, яғни С деңгейінің есебі. Бұл есептің шығару бір фишкасы, яғни бізде проекция деген тақырыпты білу қажет екенбіз. Міне 26 сұраққа келдік. 26 сұрақ жалпы бізде контекст түрінде беріледі. 30 сұраққа дейін, яғни ОБТ форматы бойынша. Осы жерде жалпы бір сурет немесе бір текст беріледі. Сол бойынша біз 5 сұраққа жауап беру керек боламыз. Бірінші сұрақтан бастайық. Суретте тұрақты ток көзіне қосылған кедергісі 5 ом резисторда бөлінетін жылу мөлшері уақытқа тәуелді график көрсетілген. Мынандай график тұр. Енді 5 секунд уақытта резисторда бөлінетін жылу мөлшері дейді. Бұл есептің жауабын табу үшін ешқандай есеп шығару қажет болмайды. Не үшін? Өйткені 5 секунд бізде мына жерде тұр міне. 1, 2, 3, 4, мына жерде 5.
Енді 5-тің қиылысқан жерін анықтаңыздар, міне. Қалай тұр? Так, әрбір клетка 20-ға тең. 20, 40, 60, 80, мына жерде сонда 100-ге тең екен. 100 джоуль. Жауап сонда бізде 100 джоуль деп белгілей саламыз. Мынау кестеде есептің жауабы көрініп тұр. Келесі есеп. Резисторда 60 джоуль жылу мөлшері бөлінетін уақыт дейді. 60 джоуль жылу мөлшері қай уақытта бөлінеді? Жаңа айттым ғой, әрбір клетка мына жерде 20-ға тең. 60 деген қай нүкте? Міне мынау нүкте. Осыны былай сызамыз. Және де ол қай жермен қиылысып тұр? 3-пен қиылысып тұр. Сондықтан да 3 секундта оны не істейді? 60 джоуль жылу мөлшері бөлінеді екен. Жауап Д варианты. Келесі. Суретте тізбектің жылулық қуаты дейді. Осы сурет арқылы тізбектің жылулық қуатын анықтау. Жылулық қуат дегеніміз не? Ол дегеніміз жай ғана I көбейтілген U. Немесе джоуль сағын еске түсіреміз. Q тең болады I квадрат RT. Ал енді мынаны былай жазсақшы. I квадрат R дегеніміз бізде ол қуатты береді. Сондықтан да P көбейтілген T деп алайық. Қуатты табу үшін не істейміз? Q-ды бөлеміз жай ғана T-ға. Енді қандай Q-ды аламыз, қандай T-ны аламыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол үшін біз жай ғана мына жерде графикте қиылысқан жерден любой бір мәнді ала саламыз. 80 мен 4 тасақ болады. 40 пен нешті аламыз? 40 пен 2-ні алсақ болады. 60 пен 3-ті алсақ болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен мысалы 40 пен 2-ні алайын. 40 бөлінген 2. Сонда 20 ватт деген жауап шығады. 80 мен 4-ті алсақ та сондай жауап шығады. 60 пен 3-ті алсақ та сондай жауап шығады екен. Жауап Д вариантына сәйкес келеді. Келесі тізбектегі ток күші дейді. Тізбектегі ток күшін қалай анықтасақ болады? Бізде кедергінің мәні берілген. R тең 5 Ω. Бізде қуатты тауып алдық, егер естеріңізде болса, ол нені білдіреді? I квадрат R еді. Осы жерде не істейміз? Жай ғана мынаны I квадрат тең P бөлінген R дей саламыз. Сонда I тең болады, түбір астында P бөлінген R. P дегеніміз нешеге тең болды жаңа? P дегеніміз 20-ға тең болды. R дегеніміз 5-ке тең болды. Бөлеміз түбір астында 4. Түбір астынан енді плюс-минус сіздер білесіздер 2 шығуы мүмкін. Бірақ енді бізде минус деген мән болмайды, сондықтан плюс деген мәнмен жұмыс жасай береміз. 2 ампер деген біздің есебіміздің жауабы болады екен. Резисторда 5 минут 15 секундта бөлінетін жылу массасы 150 грамм суға берілсе, судың температурасының өзгерісін табыңыздар. Судың температурасының өзгерісі деп тұр. Демек, көрдіңіздер ме? Бұл жерде жылу мөлшеріне бізге уже намек беріп тұр. Cm дельта Т деген. Ол неге тең болады? Ол Q-ға тең болады. Q дегеніміз не? Бір жағынан ол жылу мөлшері, бір жағынан берілетін немесе алынатын жылу. 5 минут 15 секундта дейді. 1 секундта қанша жылу бөлінеді? Соны тауып алайықшы. 1 секундта, бір дейік, 1 секундта 20 бөлінеді екен. 1 секундта 20 бөлінсе, 5 минут 15 секундта біз секунд қайналдап алайық. Қанша болады? 5 минут дегеніміз 300, қосамыз 15-ті, сонда 315 секундта бізде қанша жылу бөлінеді екен. Жай ғана пропорция, осы жерін x-ті табайық, яғни 315-ті 20-ға көбейтеміз. Немесе 3150-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда 6300 деген жауап шығады. Джоуль. Яғни 5 минут 15 секундта 6300 джоуль бөлінеді екен. Осыны енді мына жаққа кеп қойып, яғни дененің температурасының өзгерісін табайық. Дельта Т тең болады, не болады? Q бөлінген Cm болады. 6300 бөлінген С деген судыкі 4200-ге тең. Массасы 150 грамм. Немесе оны 0,15 деп жазамыз. Енді 6300-ді бөлеміз 4200-ге. И оны тағы бөлеміз нешеге? 0,15-ге. Соны жауап 10 деген жауап шығады екен. 10 градус Цельсий. Жауап С варианты. Осымен біздің контекстіміз аяқталды. Енді жаңа ұбт форматы бойынша бізде осындай сәйкестендіру сұрақтары беріледі екен. Яғни 5 сұрақ әрқайсында 2 сәйкестендіруден болады. Яғни әрбір сәйкестендіру сонда бізде 1 балға тең болады екен. Кеттік. Элементар бөлшектерді тіркейтін құрылғыларды жұмыс принципімен сәйкестендіріңіз дейді. Бұл жерде 2 түрлі бізде былайша айтқанда тіркейтін құрылғы, орысша айтқанда счетчик деп атайды. Солар берілген. Біріншісі Вильсон камерасы, екіншісі Гейгер санағышы.
Бұлардың барлығы негізгі санағыш немесе ядролық реактор деген тақырыптарда келеді. Ол тақырыптарды мен сіздерге арнайы сабақ ретінде түсіндіріп, яғни Шырақ онлайн платформасына салып қойдым. Сол Шырақ платформасына тіркелу арқылы сіз осы Гейгер-Мюллер санағыштары туралы немесе физиканы нөлден бастап оқу арқылы барлық тақырыпты меңгере аласыздар. Кеттік. Вильсон камерасы. Вильсон камерасы дегеніміз не? Вильсон камерасының бір ғана сөзі бар, шынын айтайын, конденсацияланған су буы деген сөз келсе, соны белгілей салады екенбіз. Су буы. Оның негізгі физикалық мағынасы, яғни осы су буы арқылы элементар бөлшектердің траекториясын анықтау. Яғни су буының ішінде элементар бөлшектер қозғалатын болса, олар ізін қалдырып кетеді. Сол арқылы олардың біз траекториясын көре алады екенбіз. Яғни конденсацияланған су буы деген қай жерде бар? Міне, су тамшылары аса қаныққан конденсациялану деген сөз. Міне, су буы да бар, конденсация деген сөз де бар. Сондықтан осыны біз мынаған алып келіп сәйкестендіреді екенбіз. Келесі ол Гейгер санағышы. Оны бізде Гейгер-Мюллер санағыш деп те атайды. Гейгер-Мюллер санағышының бір ерекшелігі иондау деген сөз болады. Яғни біз ауа молекулаларын иондау арқылы біз не істейміз? Элементар бөлшектерді тіркей алады екенбіз. Мына варианттарды қараңыздар. Иондау деген сөз, ток импульсы деген сөз қай жерде беріліп тұр? Ол тек бірінші вариантта ғана беріліп тұр. Сиретілген газ иондану барысында ток импульсіне негізделген дейді. Яғни иондану деген сөз келсе, біз Гейгер-Мюллер санағышын белгілейді екенбіз. Келесі. Төменде берілген шарттардағы мәндері мен ауаның түсіретін қысымын сәйкестендіріңіз дейді. Массасы 3 грамм, көлемі 0,5 литр ыдыстағы ауа молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 метр секунд болса, ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы. Есептейік. Массасы бізде 3 грамм, яғни 3 көбейту 10⁻³ килограмм. Көлемі 0,5 литр, немесе 0,5 көбейту 10⁻³ метр куб. Жылдамдығы қанша? Жылдамдығы 500 метр секунд. Ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы. Қысымның формуласы мынау. P тең болады 3/1 ρ v квадрат. 3/1 ρ v квадрат. Бірақ бізде ρ жоқ қой. ρ дегеніміз не? Ол тығыздық. Яғни тығыздықтың формуласы өте оңай жатталады. Яғни оны біз махаббат формуласы деп атаймыз. Мынандай жүрек сызамыз да. Осы жүректі 2-ке бөлеміз, сонда бізде тығыздықтың формуласы шығады. Тығыздығын анықтайық, жүректің үстін жағында ол массаны білдіреді, яғни 3 көбейту 10⁻³ көлемі, яғни 0,5 көбейту 10⁻³. 10⁻³ мен -3 қысқарады да 3-ті 0,5-ке бөлсек бізде 6 килограмм метр куб шығады. Осында жаққа кеп қоямыз. 1 бөлінген 3 көбейтілген 6 көбейтілген, яғни 500-дің квадраты. 6 мен 3 қысқарады. 6 мен 3 қысқарса ана жерде 2 қалады. Тең болады 2 көбейтілген 25 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. 50 көбейту 10-ның 4 дәрежесі паскаль, немесе оны біз 500 килопаскаль деп белгілесек болады. Ол бізде міне мынаған келіп тұр. Біріншісіне сәйкес келіп тұр екен. Екінші сұраққа көшейік. Тығыздығы 6 кг метр куб және температурасы 27 градус Цельсий ауаның ыдыс қабырғаларына түсіретін қысымы дейді. Ауаның ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын табу үшін ρ-ны біз 6 деп алады екенбіз. Және де температурасын біз не істейміз? 27 градус Цельсий деп аламыз. Енді бұл жерден қысымды қалай анықтасақ болады? Қысымды анықтау үшін біз ең алдымен 27-ні біз кельвинге айналдырып алу керекпіз. Кельвинге айналдыру үшін 273-ті қосатын едік. Сонда 300 кельвин деген вариант шығады. Ары қарай біз қысымды анықтаймыз. Қысымды анықтау үшін бізге мынандай формула керек болады. PV тең m бөлінген m рт. m бөлінген m рт. Бұл Менделеев-Клапейрон теңдеуі деп аталады. Бұл теңдеуден біз мынау көлемді теңдіктің арғы бетіне өткізіп жіберсек, рт. Мынау жерде көп тұсына бағанағы махаббат формуласы шығып тұр. Мұнан енді қараңыздар, ρ бөлінген m рт деп белгілесек болады. Қалғанның барлығы есептің жоғары жағында беріліп тұр. Сондықтан жай ғана орындарына қою ғана қалды. 6 бөлінген, ауаның бізде мольдік массасы 0,029 дейді. 0,029. Көбейтілген 8/31 және де көбейтілген 300.
Есептейміз. Так, калькуляторды алайық. 6 көбейтілген 831. 6 көбейтілген 831. Көбейту 300. Оны бөлеміз біз 0,029. Жауап сонда 515 793 дейді. Немесе 515-те 8 килопаскаль деп алсақ болады. 8 килопаскаль. Жауап сонда міне мынау вариантқа сәйкес келеді екен. 515-те 8 килопаскаль. Өткізгіш контур арқылы өтетін магнит ағыны 37 милливеберден 16 милливеберге дейін бір қалыпты өзгергенде пайда болатын индукциялық электр қозғаушы күштер мен өзгеріс уақыттарын сәйкестендіріңіздер дейді. Ең алдымен мынау 37-тен 16-ға дейін өзгерді деген ол не? Соны анықталайық. Дельта F дегеніміз, F дегеніміз ол эпсилон көбейтілген Т-ға тең. Сонда Т-ны табатын болсақ, дельта F бөлінген эпсилонға тең болады екен. Дельта F дегеніміз не? Екеуінің азайтындысы бізде 21-ге тең болады. 21 көбейту 10-ның минус 3-і. Эпсилон дегеніміз бізде 7-ге тең. Соны табатын болсақ, 3 көбейту 10-ның минус 3-і. Яғни біріншісі көздер ма? 7 вольт болған кезде бізде ол 3 миллисекундқа тең болады екен. Келесі. Енді дәл осы жағдайды қайталаймыз. Т тең болады 21 көбейту 10-ның минус 3-і бөлінген 3. Бөлеміз. Сонда мына жерде бізде 7 көбейту 10-ның минус 3-і шығады. Яғни 7 миллисекунд дегенге тең болады екен. Так, мына жерде жауабымыз көрінбей қапты, бірақ алдыңғы слайдқа назар аударсаңыздар, яғни 7 миллисекунд деген осылардың астында тұрып еді. 7 миллисекунд. Жауап сонда 7 миллисекундқа тең. Келесі. 34-ші сұрақ. Суретте түзу сызық бойымен қозғалған А және Б денелердің дейді, координаталардың уақытқа тәуелді графиктер берілген. Осы денелердің қозғалыстары мен сәйкес келетін тұжырымдарды белгілеңіз дейді. Қозғалыстары туралы айтып кетейік. Қараңыздар. А денесінікі түзу сызықты болып тұр. Демек, ол бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстыкі. Ал енді Б денесіне қарайтын болсақ, ол бізде парабола, тармақтары төмен қараған. Демек, ол бізде тең үдемелі немесе тең кемімелі болады. Осыларға қарап отырып, біз енді сәйкестендірейік. Жалпы А денесінікі сәйкестендірейік. А дененің 5 секундтағы жылдамдығы 5-ке тең дейді. Осы шындық па? Бір тексеріп көрейікші. Так, 2, 4, мына жер демек 5 болады. 5. Мына жер 25, 20 мен 30-ға 25. Сонда жылдамдықты анықтаймыз. 25-ті 5-ке бөлеміз, сонда бізде 5 метр секунд болады екен. Так, жауап бізде дұрыс. Яғни 5 метр 5 секундтағы жылдамдығы А дененікі бізде неме? 5 секундтағысы 5 метр секундқа тең екен. Келесі енді Б денені сәйкестендіріп көрейік. Б денеде не болады? А және Б денелер тең үдемелі дейді. Ондай вариантты қарастыра алмаймыз. Өйткені біреуі түзу сызықты, екіншісінде үдеу бар. Так, Б дененің бастапқы координатасына қайтып келу уақыты 10 секунд дейді. Б дененің бастапқы координатасына қайтып келді. Қараңыздар, ол нешеден бастады? Минус 15-тен бастады. Сөйтіп, мына жерге бастапқы координатасына қайттан келген уақыты міне. Так, әрбір клетка 1 секунд болатын болса, мына жер 10 секунд екен. Так, демек, мына вариантымыз бізде дұрыс болып тұр. Бірақ енді соңғы вариантын бір тексере салайық. А және Б денелердің үдеуінің OX осіндегі проекциясы үнемі оң болады дейді. А және Б денелердің OX осіндегі проекциясы үнемі оң болады дегенге біз келісе алмаймыз. Өйткені, қараңыздар, Б дененің проекциясы кейде төмен кетіп отыр, ал А дене тек жоғары кетіп отыр. Сондықтан онымен ешқашан біз келіспейміз. Жауап сонда бізде Б денені сәйкестендіретін болсақ, ол міне 10 секундта келу уақыты деген вариантқа сәйкес келеді екен. 35-ші сұрақ. Осы 35-ші сұрақты енді біз шығарып көрейік. Бастапқы жылдамдықсыз 45 метр биіктіктен құлаған массасы 4 кг дененің уақытқа байланысты кинетикалық энергиясын сәйкестендіріңіздер дейді. Уақытқа байланысты сәйкестендіру болатын болса, ең алдымен 45 метрде қараңыздар. 45 метрден 4 кг дене қалай түседі? Оның жылдамдығы қалай өзгереді екен? В тең болады V0 плюс GT деген жылдамдықпен өзгереді. Ал кинетикалық энергия мынау EK тең болады mv квадрат бөлінген 2. Масса өзгермейді, енді жылдамдық өзгеріп жатыр. Жылдамдық. Бастапқы жылдамдықсыз болатын болса, мынау жоқ болады, сонда жай ғана GT болады екен. Енді жылдамдығы бізде 2 секундта қаншаға тең болады? 10 көбейтілген 2. 20 метр секунд болады. Ал енді 3 секундта қаншаға тең болады? 10 көбейтілген бізде 3, 30 метр секунд болады.
Бұл есепте біз енді 3 секундтықын теңестірейік. 30 болатын болса. 4 көбейтілген 30-дың квадраты бөлінген 2. 2 мен 4 қысқарады, мына жерде 2 қалады. 30-дың квадраты деген бізде қаншаға тең? 30-дың квадраты бізде 900, 900-ді 2-ге көбейтеміз, сонда 1800 джоуль болады екен. Сонда жауабымыз міне 3 секундтікі бізде 1,8 килоджоульға тең болады. Келесі. Енді 2 секундта оның жылдамдығы 20 метр секунд болатын болса, онда кинетикалық энергиясы 4 көбейтілген 20-ның квадраты бөлінген 2. 20-ның квадраты бізде 400, 400-ді 2-ге бөлеміз. 200, 204-ге көбейтеміз, бізде 800 джоуль екен. Демек, көрдіңіздер ме? 2 секундта оның кинетикалық энергиясы 800 джоульға тең болады екен. 36-шы сұрақ, енді 36 мен 40-ның арасы енді әдеттегідей бізде көп варианты бар, бір немесе бірнеше дұрыс жауаптары бар, тесттерге арналады. Біріншісі 36-шы сұрақ, суретте горизонталь бетте қозғалған денеге әсер ететін күштер көрсетілген. Осы күштер туралы дұрыс тұжырымдамалар дейді. Дұрыс тұжырымдамалар, қараңыздар. Мынау тарту күші. Енді жоғары қарай әрқашан бізде көрсетіп тұратын, бізде ол реакция күші болып табылатын еді. Төмен қарай бізде ауырлық күші. Ал F3 дегеніміз ол қозғалыстың бағытына қарама-қарсы әсер ететін, ол әрқашан бізде үйкеліс күші болады. Осылардың қайсысы бар? Көрейік. Так, бізде 2 бізде үйкеліс күші дейді. Бар ма ондай вариант? Бар екен. F бізде 2 үйкеліс күші. F3 яғни ауырлық күші. 3 ауырлық күші деген бар. Және де 1 реакция күші деген. 1 реакция күші деген D, E, F деген варианттар бізде сәйкес келеді екен. Келесі 37-ші сұрақ, толқын ұзындығы 2-4 метр дыбыс толқынның таралу бағытына бір-біріне 30 см қашықта орналасқан нүктелердің фазалық ығысуы дейді. Фазалық ығысудың формуласы міне. Дельта фи тең болады 2π бөлінген лямбда көбейтілген дельта x еді. Яғни бір-бірінен 30 см қашықтықта орналасқан деп тұр, яғни 30 см айтып тұр. Көрейік. 2π бөлінген 2,4 көбейтілген 0,3. Енді 2,4 және 0,3 бұл жерде қысқарады. Мына жерде 1 қалады, мына жерде 8 қалады. Сонда 2π бөлінген 8 немесе ол π бөлінген 4 деп береді. Π бөлінген 4-ті белгілейміз. Міне ол F вариантына сәйкес келіп тұр. Және де оны градуспен жазатын болсақ, ол бізде 45 градусты беруші еді. Жауап Б және F варианттары. 38-ші сұрақ, өткізгіштерді параллель жалғаған кезде орындалатын қатынастар. Өткізгіштер деп тұр, конденсатор емес, конденсатормен шатастырмаймыз. Өйткені бізде физикада 3 түрлі жалғау түрі бар. Біріншісі ол серіппелерді жалғау түрі, екіншісі өткізгіштерді жалғау түрі, үшіншісі конденсаторларды жалғау түрі. Енді олардың өздері де параллель және тізбектей болады. Сонда 3 әрқайсысы 2-ден есептеген, сонда 6 түрлі жалғау түрі бар. Солардың біріншісін жазып өтейін, қараңыздар. Өткізгіштерді параллель жалғаған кезде дейді. Параллель жалғаған кезде өткізгіштерді олардың арасындағы кернеу әрқашан бірдей болады. Ал тоқ күштері не болады? Бір-біріне қосылады. Ал енді параллель жалған кезде бізде кедергілер 1 бөлінген R болып қосылады екен. Осылай қосылып кетеді. Енді осы варианттарды біз мыналардың ішінен іздеп көрейік. Кернеулері бірдей болатын вариант. Кернеулері бірдей болатын вариант бізде F вариантына сәйкес келеді екен. Одан кейін тоқ күштері қосылады. Қосу болып кетіп жатқан ол С варианты, және де 1 бөлінген R деп қосылып жатқан вариант ол Б варианты болады екен. Келесі сұрақ, енді қалыпты жағдайдағы баллондағы газдың температурасы 40%-ға артса, газдың қысымы дейді. Жалпы қалыпты жағдайдағын жазу үшін PV тең болады M бөлінген M RT деп ала салады екенбіз. Енді қараймыз. Қалыпты жағдайда баллондағы газдың температурасы 40%-ға артса, 40%-ға арттырайық. M бөлінген M R көбейтілген 40%-ға артса, ол 140% болады. 140% деген 1/4 болады. 1/4 Т болады. Енді 1/4-ті алдына шығарсақ, 1/4 көбейтілген M бөлінген M RT. Енді қысыммен мыналар барлығы бізде тура пропорционал болып тұр. Демек, температура артса, қысым да соншаға арту керек. 1/4-ке артты ма, демек қысым тоже 1/4-ке артады. 1/4 есе артады, және де 40%-ға артады деген вариантта белгілейді екенбіз. Келесі енді ең соңғы сұрақ, ол 40-шы сұрақ. Жинағыш линзаның фокус аралығы 30 см,
нәрсе линзадан 10 см қашықтықта тұр, нәрсенің биіктігі 5 см болса, алынған кескіннің биіктігі дейді. Ең алдымен мынандай бір сызайық, иә? Мына жерде линза тұрсын, жинағыш линза. Жинағыш линзаның фокус аралығы бізде 30 екен, мына жер. Және де 10 см қашықтықта тұр, яғни ол D. Және де нәрсенің биіктігі бізде 5 екен, 5 см. Табу керек бізде кескіннің биіктігі. Кескіннің биіктігін табу үшін ең алдымен бізге кішкентай f-ті тауып алу керек. Біз кішкене f дегеніміз не? Ол линза мен кескіннің ара қашықтығы. Өйткені бізде мынандай формула бар, h бөлінген h тең болады f бөлінген d деген. Осы жерден кішкентай f-ті қалай табатын? Кішкене f-ті біз мынау формула арқылы табамыз. 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген f плюс минус 1 бөлінген d. Керісінше 1 бөлінген d плюс минус 1 бөлінген кішкентай f. Плюс минус ол нені шешетін? Яғни біздің кескініміз жалған ба әлде шын ба? Егер жинағыш линзада біздің денеміз фокус пен линза аралығында орналасса, мына суретте көрсетілгендей орналасса, біздің кескініміз жалған болады. Сондықтан да мынау формулада біз минусын қолданып шығарады екенбіз. Шығарып алайық. 1 бөлінген 0,3 тең болады 1 бөлінген 0,1 минус 1 бөлінген неше болады? Кішкене f болады. Так, 1 бөлінген 0,3. 1-ді 0,3-ке бөлеміз. Так, 1 бөлу 0,3 бізде 3,133 дейікші. Ал 1-ді 0,1-ге бөлетін болсақ, бізде не шығады? 10 шығады. Минус 1 бөлінген f. 1 бөлінген f тең болады, сонда 10 минус 3,133. Немесе 6-да мына жерде 67 шығады. 1 бөлінген сонда кішкентай f-міз бізде 6,167-ге тең. Ал кішкентай f-міз сонда 1 бөлінген 6,167-ге тең болады екен. Енді 1-ді 6-да 67-ге бөліп көрейік, қанша шығады? 1 бөлу 6-да 67. Сонда 0,14 немесе 0,15 деп алайықшы. 15 см шығады екен. 15 см. Енді осы кішкентай f-ті қолданып, мынау жоғарыдағы формуламызға келіп қойық. Үлкен h дегеніміз ол кескіннің биіктігі бөлінген 5, яғни дененің биіктігі тең болады 15 бөлінген d дегеніміз бізде 10. Так, 5 көбейту 15 бізде 75-ті береді. 75-ті 10-ға бөлеміз, сонда 7,5 см болады екен. Кескіннің өзінің биіктігі 5 см, ал оның дененің кескіннің биіктігі 7,5 см. 7,5 көбейту 10-ның минус 2-сінде метр, және де 75 мм деген жауаптар бізде дұрыс болып табылады екен. Ал құрметті жас түлек, бүгінгі жалпы нұсқа талдауымыз осымен өз мәресіне жетті. Айтылған барлық лайфхактар және есеп шығару жолдары сіздер үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Егер қосымша физикаға 0-ден бастап дайындаламын десеңіздер, Шырақ онлайн платформасында мен сіздерді күтетін боламын.